керісінше болады еді, бұлайынан істеп жатыр. Ас болсын. Бүгін айқайламай конкретно спокойно өткізетін боламыз. Дұрыс па? Да, дұрыс па? Бастайықтың лақтырам ровно сол. Бір нәрсе айтып қояйын. Сен бокспен айналысам деп, біз сенен қорқамыз деп ойламай қой, жарай ма? Мен ойлап қойғанмын. Мен мынандай титтай болсам да, характермен сені жеңе де аламын. Жеңе де аламын. Интернет арқылы ақша табудың ең оңай жолы Avalon сайтында. Описанияда сілтемені басып, инвесторға ақша салыңыз. Бір күндік, бір апталық, бір айлық депозитке ақша салып, жиынтығын бір күнде байқаңыз. Барлығы сіздер үшін. Жоқ, сендер мені қорқат деп ойлайсыңдар ма? Мені қорқат деп Тағы да бар, қараңдар. бәрібір, маған бәрібір. Байы без правил болса да маған бәрібір. Маған да бар. Так что басқа қыздардың жігіттеріне тиісуші болма, түсінім ба? Біздің ызамызға тигің келсе, бізбен сөйле, жігіт. Гостиница номер ауысты, біздің гостиница брониге. Мынау да нормальный, брат. Осылай. Мына видті қараңдар. Ооо. Ассалаумағалейкум, ағатышқали. Біз осындамыз. Қарапайым қазақ осында. Душ қақырып жатыр. Қаша шығасың? Осылай 1 сағат болды, не істеп жатсың душта? Шықтық біздің жанымызға Карим. Красавчик. Алейкум ассалам. Короче, давай. Да, немножечко. Первоначально, хоть и является жемчужиной и центром город Махачкала в Дагестане, он по факту является русским городом изначально же. Да. Так как первооткрывателем был Петр Первый, и первоначально Махачкалу назвал порт Петровский. Это блогер, да? Да. Сколько подписчиков там? Это 36 было. Да. Кто дал мотивацию? Мотивацию казахский. Вот, казахта как всегда, поддержка. Ну реально, Да. сериалы, опять-таки классные, фильмы смотрят классные. Да, да. Казахи, very good in the topic. Ассаламу алейкум. Да. Олар нәрсе кесеріп тұмарда дегенім әппақ мінсіз мөлдір жанарың бар тәтті қал мынау мысалы енді түкке керек емес бол менің бүгін еркелетің Добрый день, дерзкий. Қалайсыңдар, жағдайларың қалай? Анерайын жағына келдім. Бағана мен үйден шыққан кезде звондадым да просто. Мен кеп тұрмын, шықшы деп. Кеп қойдың ба? Давай деді. Қазір звондасам. 5 минут деді, 5 минут. Логикасы ол жағын білмеймін. Бәрі сол 5 минут дегеннен басталады. 5 минут, 5 минут. На самом деле это, братан, понимаешь? Это час. Конкретно ол да мені күтсін. Келеді, машина келеді. Екен қандай екен? Үшіре шықпайды ғой. Күткен ға, нормально ма? Сәлем. Жо, сен қақта жүрсің, айтшы, мен емес. Мен душқа түстім, короче. Сразу машина ауыстырып алдық. Жаңа менің стористарым бәрі маңда жазатындар. Я же не зря же архитектор, я же не зря архитектурный дизайнер. Осы ана әдемілеп бір оформление бәрі осы сөйтіп. Мен отырамын, өстіп түсірем. Осы сторис түсірем да бере салмаймын. Бір настроймен базарға келсек, базар жабық. Кімнің конкретно кімнің көті ауыр бұл жерде? Бүгін сөйтсем понедельник екен. Ұмыт кетті, понедельник екен. Ұмыт кетті, сосын. Так что бұмен берілмейміз қазір. Қаланың қысқа бір жеріне барамыз да, бұл по-любому ол затты біз іздеп табамыз. До конца барамыз. До конца барамыз. Короче, дальше кет. Іздеп жүргеніміз біз өз-өзімізге өзіміз мата іздеп, цвет таңдап киім тігеміз. Жалпы маталардың бағасы қымбат болады екен. Еші бұл маталардан ертең өзіміздің үстімізге киетін бір ходи тіген. Наконец-то бүгін көптен күткен біздің дебюттық алғашқы видеомыз өзіміздің YouTube каналымызға бүгін бастапқы видео болып шығатын болады. Так что сол күні қандай қызықтар болды, қандай чувство болды? Жаман чувство болды негізі. Жыладың ба? Жүзбет сындады, мен блокировать етіпсі. Короче, ұрысқан ситуациялар барлығын
полный версиясын қазір азаған уақыттан кейін ютубтан көретін боласыздар. Так что поддержка болса, свайпқа дайын отырыңыздар. Бір керемет бір махаббат оқиғасы болды. Дайын болыңдар. Көптен күткен басымыздан өткен небір жағдайлар, небір қызықтар. Қазір уже аздаған уақыттан кейін біздің YouTube каналға шығатын болады. Так что дайын отырыңыздар. Сол үшін уведомленияны қосып қойыңыздар, және де біздің ең алғашқы видео болған үшін сіздерден көптеген поддержканы күтемін. Тамақ ішуге келе жатырмыз. Тамақ ішпепті, как всегда. Айтыңыздаршы, тамақ ішіп жүрсін, чай ішіп жүрсін деп. Ну, на голодный желудок. Бір кезекті бір жұмысымызға кетеміз. Айтып қойды уже. Біз сол белгілі бір жұмыстармен базарға келсек, базар жабық. Кімнің көті ауыр бұл жерде? ауыр? Айтыңыздар, давайте мында опрос жасап кетсем, кімнің Менің көтім ауыр. Не кажется, бір кісінің. Көрейші. Давай, көрейші. Все, біз ақыры мотоз дейтін жерді таптық. Қазір материалдардың бәрін көретін боламыз. Сосын Бұл, короче, киімдерді біз өзіміз үстімізге киетінді осы жерден өзіміз таңдап, бірге, сіздермен бірге өзімізге киім тікетін боламыз. Айтпай қой, он скоро көресіздер. барлық видеолар болады. Так, қазір біз осындай материалдарды примерно қарастырып қойдық. Сосын дизайндарын потом бізбен бірге көмектесетін боласыздар, таңдайсыздар. Все, бәрін біз таңдадық. Енді қазір тағы да кешке таман күшті бір жаңалығымыз бар. Сол үшін үзбей көріп отырыңыздар, иә? Ол жаңалықты айту керек қой, айтпақшы. Запомни одну фразу. Бір қызды жақсы көрсең, френдзонаға тығады наху. Все, душтан шықтың, шашының арты кайф болып тұр, а то сиыр жалап тастаған. Қойшы! Дрелмен адай. Все, короче, қазір қалаға шығайын тұрып, қай жаққа барады деп ойлайсыздар. Бір күшті жерге баратыр. Варианты. Бәрі жазып отыр, мә қызық болып отыр, қайда баратсыңдар, тауға ма, там, Хабибпен кездесейін деп жатсыңдар ма деп. Жоқ, просто балконға шықтым міне. Это наш вид, там море, там вода. И, кстати, киімді ауыстырдым ғой, байқадыңыздар ма? Сенің бүгін еркелейтін жаным туған күнім шуақ күн болсын біз ұзақ қол соғайық мәңгі. Самое интересное начинается сейчас. Как красиво тут, ребята. Кстати, ребята, вчера у Ахона был день рождения, народу много было, поэтому не смогли зайти в прямой эфир. Но сегодня будет прямой эфир, и всем желаю удачи. А мы поедем по делам. И моя ласточка. Бүгін сіздерге көп сторис салам деп алдап кеткен сияқтымын достар. Бүгін өте ауыр күн болды. Бір-екі переговорлар болды, хотя бестолковые были, бір компаниялармен кездесіп сіздерге айта алмаймын, потому что скоро бір проект болады да. Сондықтан айта алмай тұрмын, жан дүнием қысылып тұр. Сондықтан скоро айтатын боламын сіздерге, өте күшті проект. Білетін боласыздар по-любому. Чуть-чуть надо подождать, чтобы сюрприз был. Енді Ахоның бүгін туған күні, и я не знаю, что подарить. Уақытым енді босатты. Уже екінші торговый центрға келдім, и миым қатып кетті, что можно подарить, только недорогой, там 1 700 000, не 2 миллиона. Что-нибудь доступное и хорошая вещь. Короче, Ахон негізі CSGO ойнайды, олардың барлығы қыздар да ойнайды, кстати. И ол алдында айтқан болатын, но он қалып деп. Помните, аквариум кеше ма сториста көрсеткен едім. Это стоит где-то 1 700 000, представляете? И еще надо орындық жоқ, я думаю, может, вот такое что-нибудь купить, отырып, сөйтіп ыңғайлы, кстати. Қанша тұрады? Онда орындық әперейін ба? Ахон? У братишки день рождения, Делек приготовил осындай подарок. Сердечко, PlayStation, 5. Мынау мысалы түкке көргенсің, бұл? Ахонның жаңа махаббаты. Мына қыз ана қыз ғой, бөлек әлемге түсіп кетеді. Қолында қымыз, чечелмен бөлек әлемде жүргізі. Юникорн! Как-то так, друзья. Хорошенько мынандай әдемі түр келдіріп қойдық. Қазір береміз. И посмотрим на реакцию, как. Короче, он от всех получил подарок, от меня нет. На, братишка.
нан заказ бердік шаймен. Мына жақта адам көп екен. Азынай. Мына нанның дәмін айта алмаймын. Чё осындай жүрсең шығып кеткен бар не? Осындай жүрсең қайтарып берді ғой ма? Парковка. Ау! Міне? Наяқтамын? Машина ана жақта ғой. Я өстіп отыр, сол соткыш құлап отыр. Киім өзімен өзі жиналады ғой өзі. Кстати, достар, мен екінші страницамда, если что, сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер, сояқта сұрақтарға жауап беріп жатырмын. Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Көп болды бұлай салмағаныма стористі. Қалаға енді ғана шығып жатыр, стористі енді ғана салып жатыр. Және де жаңа ғана постқа видео салдым, соған кіріп, барлықтарыңыз лайк пен комментарий күтемін сіздерден. Және де бүгін Жанның туылған күні, мұнда аккаунтын қалдырып кетем. Барлық шын жүректен құттықтауларыңызды жазуларыңызды сұраймын менің атымнан. Және де сол үшін прямойға кірмедік. Кеше прямойға кірмей қалдық, потому что Жанның туылған күні болды. Ал бүгін прямой эфирге міндетті түрде кіретін боламыз. Кешкі сағат 9:30-да барлықтарыңызды прямой эфирде күтемін. Келіп құттықтаған достарыма қатты шын көңілден рахметімді айтамын. Тек аман жүрдер. Ал Пантеры, вы самые лучшие. Туған күнің шуақ күн болсын біз. Ештеңе жатыр. Бүгін что там таңға дейін жүріп жатқан? Жүрді күнде сөйлеп тұрамыз. Бізге де оператор. Ай дегенің жүрекке серік тұмардай, нұр дегенің аппақ мін. Габа мне подарил вот такую спортивку, короче. От души. Синял перес... Вечером ожидайте мой подарок, это будет самый бомбезный, я вам отвечаю. Happy birthday, happy birthday to you. Сенің бүгін еркелейтін жаным туған күнің шуақ күн болсын біз ұзақ қол соғайық мәңгі бақытты болшы. Тұр, кішкене Просто кайф қой, погода бүгін что-то, да? Барлықтарыңа сәлем. Не керек ой, артынан шығып, исірі түсірген кезде артынан шығатын бар ма? Короче, біздің үйде машинада автозавод бар. Қараңдар, көрсетем. Қайсы? Мына, келесің да? Қайсы? Қаймасаң да? Жоқ ой, нәрсе просто ескі ғой, ең жетеді миына қазір. Ей, атпай дейді ме? Қара. Барып оталдырсыз? Барып оталды, шықырсын. Барып. Мына не өйтіп тұр, Көрмейді? Оқпа не? Ауыз ботал жүрбей ма? Білмеймін, істемей қалып, что-то түсінбедім. Өзім техник чисто пассаттасың ғой деген өлеңмен жаздым. Так. Жанвар. Короче, көптен бері көптен күткен қалаға шығу болып жатыр бүгін. Біраздан бері қалаға шығамыз, дұрыс па? Так что, қазір енді тамақ ішуге келдік. Қай тамақ жейсің? Конкретно есіктің алдын айтып ал. 3,5 теңгем бар қалтамда, болды.
кеттік жүр. Бұл жерден қуырдақ жейсің қазір. Мына жерден адам кәдімгідей толпа екен. Отыра береміз ба? Тұрып тұрамыз ба деген ғой. Короче, қуырдақ деп атқандар, біз 2 плов заказ берді, орталық қойып жеп жатырмық. Мынау өзбекский, мынау ташкентский екен. Бірақ ташкентский таза. Ойбай, таза деп тәтті. Короче, Мегаға келдік. Байқамай. Біз маска алуды ұмытып кетіппіз. Так что маска іздеп жүрміз енді. Бүгін бір нәрсе алуға келдік, короче. Бір кісілерге подарка алуға келдік. Подарка беру керек ондай кезде, дұрыс па? Короче, маскалар, подарканы алдық. Енді үйге баратыр, қазір береміз енді вообще. Өзі. Нәрсе не? Маған айтсаңшы, кішкене бұрламыз, мен сөйне кетіп қалдым. Да? Жан-жағын қарамайды екенсің, өзің, а? Жоқ, сіз резко бұрып кеттіңіз ба? Не деп тұрсың сен маған, үй? Не деп тұрсың маған? Өз басым арып тұр, сақыт алды, я? Не деп тұрсың маған? Неге сізге ештеңе демейін ғой? Ай-ай. Мен ғой еркет. Короче, қазір подаркасын сразу беріп тастайық. Өйткені қаяқта қалған таппай қалып жүреміз. Шахитарына қыстау кетіп қалды. Так что өзім бере салам. Бауырым, мынау сенің туған күніңе. Ой. Бірінші подарка менен болсын енді. Ана несін әдейі алмадым, ауыстырып алдым еще. Размер келмесе. Бір жағынан көретін нәрсе екен. Ош тұсқылы. Айдас ренжімесін еді. Бізде погода нормально, нас встречает наш брат. Это краш Дагестана. Мы очень сильно похожи. Да, 2 краша. На самом деле, я твой брат, ты знаешь, я просто потерялся. Короче, вот так сделали и сразу в Дубае оказались. Московский ЦУМ. Москва, он не сравнится с нашим ЦУМ. Это, короче, ЦУМ. Мы в ЦУМе. Осындай екен. ЦУМдары. Күшті. Махачкалаға келіп, бұл сөзді айтпай кете алмайым. Махачкаладасың ғой, короче. Скажи это слово. Махачкаладасың ғой. А что дайсың? Да, скажи. Махачкаладасың. Махачкаладасың. Короче, қаладамыз. Да, скажи еще раз. Махачкаладасың. Махачкаладасың ғой. Махачкаладасың ғой. О, айтшы. Айтшы. Махачкаладасың. Короче, үйретіп салдық. Андай жасыл шөпті көрмегелі қай заман ұстайыншы бар. Кішкене бөлігін алып кетейін. Ё-майо, жасыл шөп көрмегелі біраз уақыт болды, Қазақстанда қар шығар. Бречки, тепшки, бәтінки. Оу, бречки,